Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Жаңа жылдарыңызбен сіздерге тілейтінім барлықтарыңыз жүргізу куәлігін алыңыздар. Және де емтиханда, тесттен және вождениеден сіздер жеңіл өтсін. Ал енді бастаймыз сабағымызды. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне мұндай маневр жасауға рұқсат етіледі ме дейді. Бұл жерде егер жүк автокөлігінің жүргізушісі солға бұрылу және маневр орындау сигналы қосса рұқсат етіледі дейді. Егер басып озу кезінде маршруттық көлік құралдарының жүрісіне кедергілер келтірмесе рұқсат етіледі және тыйым салынады. Негізі мынау тура бағытта жүрміз, сондықтан оң жақтан озуға тыйым салынады. Дұрыс. Тежеуге дайындық кезінде жүргізушіге қандай кеңес беріледі дейді. Енді өте оңай сұрақ, себебі газ педалінен аяғыңызды алып, тежегіш педаліне аяғыңызды қоясыз. Міне, жауабы бар. Жеңіл автокөліктің тіркемесінде адамдарды тасуға рұқсат етіледі ме дейді. Әрине, тіркемеде тыйым салынады. Көліктің қандай ақауы болған кезде оны қолдануға рұқсат етіледі. Бұл жерде жауабымыз С болып келеді. Әйнек көтергіші жұмыс істемеген кезде біз көлікпен қолдануымызға болады. Қатты бүйірлік желдің әсері қандай жағдайда аса қауіпті? Ол жабық жерден ашық жерге шыққан кезде. Сондықтан жауабымыз жабық жолдың бөлігін ашық бөлігіне шыққанда. Көлік құралын апта сайынғы жүргізу ұзақтығы мынадан аспауы тиіс. Ол 40 сағаттан аспауы тиіс. Жыпылықтайтын шамшырақтары қосылған және арнайы дыбыстық сигналы бар жедел жәрдем автокөлік жақындаған кезде жаяу жүргіншілер не істейді? Әрине, жол беруі тиіс. Екі және одан көп көлік құралын тіркеп сүйреуге рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады. Көрсетілген белгілердің қайсысы басқа жүру бөлігіне ауысудың алдын ала нұсқағышы деп аталады? Ол бізде 5-ші белгі. Осы жағдайда деподан шығып келе жатқан трамвайға қандай көлік құралының жүргізушісі жол береді? Ешқандай жүргізуші жол бермейді, себебі ол деподан шықты. Бірақ келесі сұрағы келуі мүмкін. Депоға кірген кезде жүргізушінің бәрі трамвайға жол береді. Дәл қазір біздің жауабымыз Б болады. Көлік жүргізушісі кезінде жыпылықтаған көк және қызыл шамшырақ басымдық береді ме? Жай ғана шамшырағы жанса басымдық бермейді. Арнайы дыбыстық сигнал болған кезде ғана біз оған жол береміз. Мысалы, жауабын С болып келеді. Онда қосымша дыбыстық сигналы бар деп жазылған. Мотоциклда 12 жасқа дейін балаларды тасуға рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады. Жауабы С, тыйым салынады. Бүйірлік тіркемесі бар мотоциклдарда рұқсат етіледі. Осы әдіс тіркеп сүйреу болып табылады ма? Әрине, бұл тіркеп сүйреу болып табылмайды. Сондықтан жауабымыз С. Бұл жағдайда көлік құралдары қиылыстан қандай ретпен өтеді? Енді назар аударыңыздар. Бағдаршамда қосымша секция жанып тұр. Сондықтан трамвай мен мотоцикл бізде жасыл көлікке жол беру керек. Жауабымыз С болады. Жеңіл автокөлік, содан кейін мотоцикл мен трамвай бір уақытта өтеді. Қосымша секция
жүруге рұқсат береді, бірақ кімде негізгі бағдаршама шам жанып тұрса, сол көліктерге жол беру міндетті. Берілген белгі көлік құралдарының қайсысына жүруге тыйым салады? Әрине, жүк көлік салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса, сол көліктерге жүруге тыйым салынады. Жауабымыз А. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне қай траекториямен жүруге рұқсат етіледі? Енді тағы да анимациясын қарайық. Кіруге тыйым салынады, сондықтан сіз А мен ғана жүресіз. Тік өрлеу жол белгісі қауіпті учаскесінен алдында орнатылуы мүмкін бе дейді. Негізі ескерту белгілері алдын ала ескерту керек, бірақ тік өрлеудің дәл алдында орнатылады, егерде подъем спуск бірінің артынан бірі кетсе. Сонда жауабымыз С болады. Егер еңістен түсу және өрлеу бірінен кейін бірі болса, мүмкін. Жауабы дұрыс. Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы солға бұрылуы тыйым салады? Енді мұнда екі белгі солға бұрылуға тыйым салынады. Ол біріншісі А міне. Бір жақты жүріс жолында сізге солға бұрылуға болмайды. Және де В әрпіндегі белгіде сіз тура немесе кері бұрылуыңызға ғана рұқсат етіледі. Сонда жауабы А және В. Берілген жағдайда ақ түсті автокөлік жүргізушісі қара түсті көлікке жол беру міндетті. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтеді. Енді қараймыз, бұл бізде тең мағыналы қиылыс, оң жақтағы көлік басымды болып келеді. Бұл жерде белгі бізде тұйықты білдіреді. Сондықтан бұл белгінің қатысы жоқ бұл қиылыста. Екінші болып ақ автокөлік жүргізушісіне қандай бағыттарға қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі? Енді жолдан басу бойынша қарасақ, тура және солға. Және де мынандай сұрақ келуі мүмкін, егер де сол жақта қызыл көлік болмаса, онда ақ көлікке тек тура бағытта жүруге рұқсат етіледі. Сонымен бізде көлік бар, жауабымыз тура және солға. Жолда тура бағытта жүріп келе жатып жүргізуші өз автокөлігін қалайша орналастыру керек? Кешірім сұраймын. Тура бағытта жүргенде көлігін жолақтың ортасында ұстау дұрыс. Жауабы С. Таңдалған жолақтың ортасында. А1 қосымша санатына жататын көлік құралының жүргізушісіне тротуарлар бойынша қозғалуға рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін дейді. Мұнда бізде бір жақты жүріс жолына шығу деген белгі тұр. Біз оңға, тура және кері бұрыламыз. Бізге тек солға бұрылуға тыйым салынады. Сондықтан жауабымыз Д. Күнделікті демалыс кезеңдерін жүргізуші мынаған пайдаланады. Енді ондай да сұрақтар болуы мүмкін. Сондықтан сіздер жауабымыз С, жүргізушінің қалауы бойынша. Көк түсті жарқылдақ шам шырағы және арнайы дыбыстық сигналы қосылған автокөлік жақындаған кезде жеңіл автокөлік жүргізушісі міндетті іс-әрекеті қандай дейді? Ол оңға қарай көшетте жылдамдығын азайтады. Жауабымыз Б. Осы учаскеде басып озуға рұқсат етілген бе дейді. Мұнда бізде жолды беріңіз деп тұр, және де қосымша ақпараттық белгі тұр. 200 метр деп тұр, көріп тұрсам дұрыс. Онда сіздің жауабыңыз қиылысқа дейін үлгерсе, мұнда рұқсат етіледі.